Тортын жасау үшін ең алдымен сары май мен шоколадты ерітіп алу керек. Ең алдымен ыдысымен ыстық суға қойып, араластырып аламыз. Осылай 4 жұмыртқаға қант қосамыз да миксермен араластырып аламыз. Енді осыған шоколад пен майымызды құямыз. Араластырамыз. Енді деген құрғақ заттарды араластырамыз. Ол ұн, қопсытқыш, какао. Енді жаңағы құрғақ заттарды саламыз. Араластыра отырып. Міне енді қамыр дайын болды. Енді 3-ке бөліп пісіреміз. Осылай 3 бөлікке бөліп аламыз. Енді үлкен кісілерге айтып, үлкен пешке саламыз. Маскарпоне, творожный сыр, қант ұнтағы, сливки қосып араластырамыз. Торттың кремін жағып жинаймыз.